Сәлем достар, бүгін сіздермен автоматты тігін машинкамен петля ашуды үйренетін боламыз. Ол үшін арнайы лапкамызға осылай түймемізді орналастырып аламыз. Және осы лапканы машинкаға орналастырып, төмен қарай түсіретін құрылғыны міндетті түрде түсіреміз. Петляның суреті бар орындарға машинкамызды настроить етіп аламыз. Мен осылай петляның орындарын белгілеп қойдым. Енді осы орынға лапкамызды алып келіп, жай ғана педальды басып отырсақ болғаны. Біз жаңа ғана түймемізді лапкаға орналастырдық, және осы түйменің еніне сәйкес етіп, машинка өзі петля ашып береді. Қараңыздар, бірінші петляны ашып жатыр машинка. Өте идеальны петля болды. Және әр петляның арасында осылай аға және қайт петляның орнына бұрап отырамыз. Екінші петляны да осылай ашамыз. Міне. Енді барлық петляларды осылай дайындап болған соң сіздерге бір лайфхак көрсеткім келіп тұр. Петляның осылай бас жағына булавкамызды қадап алып, қорықпай отырып распарывательдің көмегімен кесе берсек болады. Ине біздің ары қарай артық кесіп жібермеуіміз үшін осылай тосқауыл болып тұрады. Күндеріңіз сәтті әрі берекелі өтсін достар.